Сәлем, егер менің каналым саған ұнаса, міндетті түрде лайк басып, достарымен бөлісіп, комментарий қалдыруды ұмытпа. Бүгін 9 сыныптың қышқылдардың, негіздердің және тұздардың электролиттік диссоциациясы тақырыбына арналған біліміңді тексер тапсырмаларын орындайтын боламыз. Бірінші сұрақ. Электролиттік диссоциация теориясы тұрғысынан қышқылдарға, негіздерге және тұздарға анықтама беріңдер. Жауабы: қышқылдар сулы ерітіндіде сутек катиондары мен қышқыл қалдықтарының аниондарына ыдырайтын электролиттер. Негіздер сулы ерітіндіде металл катиондары мен гидроксид аниондарына ыдырайтын электролиттер. Тұздар сулы ерітіндіде металл катиондары мен қышқыл қалдықтарының аниондарына ыдырайтын электролиттер. Екінші сұрақ. Қышқыл және негіз ерітінділері неліктен индикаторлардың түсін өзгертеді? Жауабы: қышқылдарға ортақ қасиет, олар диссоциацияланғанда міндетті түрде сутек катиондары түзіледі. Сондықтан олардың дәмі қышқыл болады және индикаторлардың түсін өзгертеді. Негіздердің жалпы қасиеттері индикаторлардың түсін өзгертеді және сулы ерітіндіде анион ретінде гидроксид иондарын бөліп шығарады. Үшінші сұрақ. Келесі иондардың формулаларын жазып, зарядтарын көрсетіңдер. Жауабы: сульфат дегеніміз SO4. Оның заряды 2-. Келесі ортофосфат, ол PO4. Заряды 3-. Келесі карбонат, бізде CO3, заряды 2-. Бромид, бром, заряды -. Нитрат, NO3, заряды -. Силикат, силициум O3, заряды 2-. Төртінші сұрақ. Мына заттардың диссоциациялану теңдеулерін жазыңдар. Жауабы: негізі диссоциациялану дегеніміз қарапайым тілмен алғанда иондарға ыдырау деген мағынаны білдіреді. Сіздердің кітаптарыңыздың артында оның кестелері бар, соған қарап жазасыздар. Оны апайларыңыз айтқан болу керек. Келесі жауаптарға көшетін болсақ, H бром диссоциацияға ұшырағанда сутектің катионына және де бромның анионына ыдырайды. Натрий NO3 диссоциацияға ұшырағанда натрийдің катионына және де NO3-тің анионына ыдырайды. Барий OH2-ге келетін болсақ, астында тұрған индекс 2-міз біздің бөлек шыққан, ыдырап шыққан ионның алдына коэффициент болып жазылады. Яғни барий OH2 ыдыраған кезде барийға және де 2 OH-қа ыдырайды. Бұл жерде барийдің заряды 2+ тең, ал OH-тың заряды -қа тең. Цинк С4 диссоциацияланғанда ол цинкқа және де сульфатқа ыдырайды. Сульфаттың заряды бізде 2-, ал темірдің заряды 2+. Калий 3PO4-ке келсек, оның астындағы индексі калий ионның алдына коэффициент болып жазылады. Яғни калийдің ионның заряды бізде плюске тең, ал ортофосфаттың заряды бізде 3-қа тең. Келесі феррум хлор 3. Бұл жақта да 3 индексі ыдыраған ионның жанына алдына коэффициент болып түседі. Бізде хлор, яғни 3 хлор бізде минус зарядында, ал феррум бізде 3+ зарядында болады. Бесінші сұрақ. Мына заттардың диссоциациялану теңдеулерін құрыңдар. Натрий 2SO4 диссоциацияланған кезде натрийдің қасындағы индексі оның алдына коэффициент болып түседі. Яғни 2 натрий қосылған SO4. SO4-тің заряды бізде 2-қа, натрийдің заряды плюске тең. HNO3 диссоциацияға ұшырағанда көміртек катионына және де NO3 анионына ыдырайды. Калий OH диссоциацияға ұшырағанда калий катионына және де OH анионына ыдырайды. Калий 2CO3. Калийдің қасындағы индексі калийдің алдына коэффициент болып түседі. 2 калий бізде катион, ал CO3 бізде 2- зарядына тең болады. Алюминий хлор 3 диссоциацияланған кезде алюминийге және де 3 хлорға ыдырайды. 3 хлор бізде минус зарядын алса, алюминий 3+ зарядын алады. Келесі феррум бром 3. Феррум және де 3 бромға ыдырайды. Бром бізде минус зарядын алса, феррум 3+ зарядын алады.
H хлор диссоциацияланған кезде сутек катионына және де хлордың анионына ыдырайды. Натрий 3PO4 диссоциацияланған кезде 3 натрийға және де PO4-ке ыдырайды. PO4-тің заряды -3, ал натрийдің заряды плюс болып табылады. 6-шы сұрақ. Мына заттардың сатылай диссоциациялану теңдеулерін жазыңдар. Жауабы: H3PO4 ыдырайды сутек катионына және де ортофосфат анионына. Келесі селен қышқылы. Селен қышқылы бізде сутектің катионына және де селенаттың анионына ыдырайды. Яғни селенаттың анионы бізде 2 минус зарядына тең. Келесі артамышья қышқылы диссоциацияланған кезде сутектің катионына және де арсенат анионына ыдырайды. Арсенат анионы бізде 2 минус зарядына тең. Келесі барий OH2 диссоциацияланған кезде барийдің катионына және де OH-тың анионына ыдырайды. Келесі стронций гидроксиді. Стронций гидроксиді диссоциацияланған кезде стронций катионына және де гидроксидтің анионына ыдырайды. 7-ші сұрақ. Ерітіндіде мынадай иондар түзілсе, қандай заттар ыдырағанын анықтаңдар. Жауабы: А жағдайында натрийдің катионы мен NO3-тің анионы берілген, яғни ыдыраған затымыз біздің натрий NO3. Келесі феррумның катионы мен хлордың анионы ыдыраған, яғни біздің затымыз феррум хлор 3. Келесі сутек катионы мен фосфат анионы ыдыраған, яғни жауабы H3PO4. Келесі магнийдің катионы мен NO3-тің анионы ыдыраған, жауабы магний NO3 2. 8-ші сұрақ. Мына заттардың қайсысы диссоциацияланады? Мырыш гидроксиді, кальций хлориді, магний оксиді, калий сульфиді, кремний қышқылы, көмір қышқыл газы, калий гидроксиді, қорғасынның 2 валентті хлориді. Мүмкін болатын диссоциация теңдеулерін жазыңдар. Берілгендердің ішінде кальций хлориді, калий сульфиді және калий гидроксиді диссоциацияға ұшырайды. Енді диссоциациялану теңдеуін жазатын болсақ, кальций хлор 2 диссоциацияға ұшыраған кезде кальцийдің катионына және де хлордың анионына ыдырайды. Келесі калийдің сульфиді. Калий сульфиді диссоциацияға ұшыраған кезде калийдің катионына және де сульфидінің анионына ыдырайды. Келесі калий OH. Калий OH диссоциацияға ұшыраған кезде калийдің катионына және де OH-тың анионына ыдырайды екен. Осымен біздің біліміңді тексер тапсырмалар аяқталды. Саған ұнаса, міндетті түрде достарыңмен бөліс және лайк, комментарий қалдыруды ұмытпа.